Ассаламу алейкум, бисмиллахир-рахманир-рахим. Бүгінгі біздің алфавиттің соңғы әрпі я әрпі. Я әрпі. Я әрпі. Так, я әрпі. Я әрпі сөздің міне былай қарасаңыздар, өзі ақ үйрекке немесе аққуға сондай ұқсап тұр, яғни мойын жағы. Солай есте сақтасаңыздар болады. Я әрпінің астында бір нүктесі бар. Алфавитте ешқандай әріптің астында екі нүкте, осы басқа әріп жоқ, тек осы әріпте ғана. Мысалға, тә әрпі болған, бізде тә әрпінің үстінде екі нүкте болса, мына я әрпінің астында екі нүктесі болып тұрса. Я әрпі сөздің басында міне осылай жазылады. Я әрпі өзінің алдындағы әріпке қосылып жазылады. Одан кейін я әрпі сөздің ортасында қалай келеді? Сөздің ортасында осылай жазылады. Астында екі нүктесін ұмытпаймыз. Я әрпі өзінің алдындағы әріпке де, өзінен кейінгі әріпке де қосылып жазылады. Я әрпі сөздің соңында. Бұл сөздің соңында мына жермен тіркестіріп жаза берейік. Мысалға, сөздің соңында бұл я әрпі төмен қарай, жолдың астына қарай жазылып кетеді. Я әрпі. Міне, сөз соңында өзі жазылады. Енді сөзде қалай келеді? Я әрпі міне. Мынаны біз жаңа дұрыс мынау тә әрпі дедік қой, мынаны шатыспас үшін мынаны өшіріп тастайын. Я әрпі міне сөздің басында міне. Я әрпі сөздің басында өзінен кейінгі әріпке қосылып тұр, астында екі нүктесі бар. Одан кейін я әрпі міне мына жерде сөздің басында, сөздің ортасында міне. Сөздің ортасында міне мына тұр, өзінің алдындағы өзінен кейінгі әріпке қол ұстасып жазылып тұр. Сөз соңында я әрпі, сөз соңында өзі жазылып тұр, міне өзінің алдындағы әріптерге қосылып жазып тұр. Я әрпі түсінікті болды деп ойлаймын. Астында екі нүктесі болады, ұмытпаймыз. Я әрпі. Енді бұл я әрпі жолда қалай келеді? Жолдың үстінде міне қараңыздар. Мынау жол, мына бөлігі ғана тұмсық сияқты, мына бөлігі жолдың үстінде жазылады, қалған бөлігі жолдың астында жазылады. Мына құйыршық жолдың үстіне шығады кішкене. Астында міне екі нүктесі бар. Әріптер жалпы түсінікті болды деп ойлаймын. Барлық алфавит әріптерінің суреттерін сіздерге жіберемін. Түсінбеген жерлеріңіз болса сұрайсыздар. Басты алфавитте әріптердің ортасында, мына ортасында, сөздің соңында, басында қалай келеді, соны жаттап алсаңыздар, міне сөздің басында, ортасында өзгереді ғой әріптер. Ортасында, аяғында, сөздің басында әріп қалай келеді, соны қайта-қайта жазып, қайта-қайта қараумен есте сақтасаңыздар, ертең Құранға түскенде оқуға жеңіл болады. Осы алфавит осымен бітті. Енді сіздермен ережелерді бастаймыз.